Девранның ата-анасы Азизеге құда түсуге үйлеріне келеді. Хамид Азизеге: "Первиннің қандай адам екенін мен жақсы білемін. Ол бүгінгі сенің қуанышты сәтіңнің шырқын бұзу үшін бәріне барады. Сондықтан ол не айтса да сен мән берме, оның қулығына түсіп қалма" деп ескертеді. Вахаб Азизенің жақындарынан Азизенің қолын сұрайды. Джевдет, Хамид, Джемо да қарсы емес екендерін айтып келісімдерін береді. Сол кезде Первин орнынан тұрып ұлына: "Сен Азизені жақсы білесің бе? Саған дейін оның Фаруқ деген жігіті болғанын білесің бе? Тіпті Фаруқтың үйіне дейін барып, оған көмектескенін де білетін шығарсың. Ал анау Дуйгу деген қыз оларға кездесу ұйымдастырып беріп отырған. Азизе Дуйгумен бірге жұмыс істеген. Мүмкін сондықтан ол сенімен бірге төсекте жатпайтын шығар" дейді. Барлығы: "Первин, сен нені меңзеп тұрсың? Тоқтат" деп сөзін бөлмек болады. Девран анасына: "Жетер, сен менің әйелімнің намысын олай таптай алмайсың. Азизе мен Фаруқтың арасында ештеңе болған жоқ. Саған кім не деп жеткізгенін білмеймін. Не айтса да оның бәрі қып-қызыл өтірік" дейді. Азизе Девранға: "Егер қаласаң анаңның айтқанына сеніп, онымен бірге кетсең болады. Немесе маған сенетініңді білдіріп, менімен қал. Таңдау сенде" дейді. Девран: "Мен саған сенемін. Менің орным сенің жаныңда" деп Азизені қолынан ұстайды. Анасы жынданып кетіп қалады. Девранның Азизеге құда түсіп баратынын естіген Мерием: "Бұл той болмайды. Сендер де мен сияқты қиналатын боласыңдар" деп оларды уламақ болып үйлеріне жасырын кіріп, суға у қосып жатын бөлмесіне апарып қояды. Азизе мен Девран түнді бірге өткізбек болып үйлеріне келеді. Девран Азизені пижамамен көріп: "Мына жер ыстық болып кетті ме өзі? Маған су берші" дейді. Екеуі Мерием у қосып кеткен суды ішіп алады. Біраздан кейін у әсер етіп, екеуі уланып естерінен танып қалады. Бірер сәтте Девранның анасы Первин кіріп келеді де екеуін құтқарып қалады. Бұған дейін Мерием Первинге келіп өкінетінін айтып, Девран мен Азизеге у бергенін айтады. Содан Первин Мериемнің әжесіне хабарласып, уды қайтаратын әдісті сұрап, соны дайындап, екеуін аман алып қалады. Естерін жиғаннан кейін Девран анасына мұнда қалай келгенін сұрайды. Первин: "Мен ана емеспін бе? Саған хабарласып көп уақыт алдыра алмаған соң жүрегім бірдеңені сезіп келдім осында" деп айта салады. Девран уланып қалғандарын құда түсуге келгендегі Азизенің дайындаған кофесінен болуы мүмкін деп топшылап, әңгіме жылыжа болып кетеді. Букет Зылиханың келе жатқанын көріп, кофтасын ашып, ерніндегі далабын сүртіп тұра қалады. Зылиха оның жоғары қабаттан түсіп келе жатқанын көріп: "Сен қайдан келе жатсың" дейді. Букет: "Юсуф екеуміз түнді бірге өткіздік" дейді. Зылиха жылап үйге кіреді. Ол жайында Джемо мен Фиданға айтады. Фидан: "Юсуф оңбаған болып шықты ғой. Сен Фыраттың ұсынысын қабыл алып дұрыс дедің. Қарада тұр, Юсуф сені енді қызғанатын болады. Оған сол керек" дейді Зылихаға. "Қайдағы ұсыныс?" деген Джемоның сұрағына Фидан Фыраттың Зылихаға жұмыс істеуге ұсыныс білдіргенін, Зылиха оған келіскенін айтады. Джемо жынданып: "Сен ақымақсың ба? Фыраттың мені қалай пайдаланбақ болғанын ұмытып қалдың ба" дейді. Зылиха орнынан атып тұрып: "Осыдан былай ешқандай адам менің өміріме араласа алмайды. Сен де, Юсуф та, сондықтан үндемеңдер" дейді. Джевдет Юсуфқа: "Букетпен араларыңда не болып жүр өзі" дейді. Юсуф: "Мен үшін ештеңе де жоқ. Олар өздері бірдеңе ойлап тауып жүр. Мен Зылиханы жақсы көремін" дейді. Джевдет: "Олай болса, біз Зылихаға құда түсіп барамыз" дейді. Юсуф: "Әзілдеп тұрған жоқсың ба? Шын ба? Сен әкелердің әкесісің" деп қуанып Джевдетті құшақтап алады. Олардың сөйлескенін Хашмет есік артында естіп тұрған еді. Анасына Джевдет Юсуфқа Зылиханың қолын сұрап бармақ дейді. Юсуф анасына: "Букет екеуінің қатты жақын араласатындарын Зылиханың көңіл күйін түсіреді. Мүмкін сен Зылихамен сөйлесіп көрерсің" дейді. Анасы: "Сен ол қызды шынымен жақсы көрсең, мен барып сөйлесейін. Маған ұлымның бақытты болғанынан артық ештеңе керек емес" дейді. Сухейла Зылихаға келіп: "Юсуф пен Букеттің арасында ештеңе де жоқ. Юсуф сені жақсы көреді" дейді. Зылиха: "Юсуф сізге бәрін айтпаған сияқты ғой" деп Букеттің Юсуфпен бірге болдық деген сөзін меңзейді. Сухейла: "Әпкеңнің қына кеші біткен соң біз саған құда түсуге келеміз" дейді. Зылиха: "Мен сізге бірден жауап берейін, менің жауабым жоқ" деп келіспейтінін айтады. Первин Мериемге: "Ендігәрі мынадай тауықтай миыңмен ештеңе жасаушы болма" деп бетіне шапалақпен салып қалады. Мерием: "Мен өзімнің не істеп не қойғанымды білмей қалдым. Жасаған ісіме өкінемін" деп кешірім сұрап Первиннің аяғына жығылады. Первин: "Ендігәрі менің рұқсатымсыз ештеңе істемейтін боласың. Мен не айтамын, соны орындайсың. Біз Девранға жол табу үшін басқа амал қарастырамыз" дейді.
Содан Первин өтірік жылап-сықтап, өткен түнде болған оқиға менің көзімді ашты. Сені жоғалтып аламын ба деп қорықтым. Мен сен Әзизені өте жақсы көретініңді түсіндім. Енді сендердің жолдарыңа тұрмаймын, кешіріңдер мені дейді. Әзизе мен Девран анасының айтқан сөздеріне сенбей таңырқап қалады. Первин сөзін жалғап, Мериемді еліне қайтарып, оның өмірін құртқым келмейді. Мериемнің осында қалуына рұқсат беріңдер. Сөз беремін, ол сендерге тиіспейтін болады дейді. Қай уақытқа дейін деген Әзизенің сұрағына Первин, сен бізге немере туып бермейінше, сол кезде ғана Мардиндегілердің аузы жабылар, сонда ғана Мериемнің отбасы оны қайта қабылдайды дейді. Девранның жүрегі елжіреп сеніп, бәрі жақсы болады деп анасын құшақтайды. Ал Әзизе бұл Первиннің кезекті ойын екенін біліп, сезіп отырған еді. Хамиет Әзизеге арнап қына кешін ұйымдастыратын болып шешеді. Оны білген Первин кедергі жасамақ болып, Девранға хабарласып, тезірек кел, Мерием қына кеші болатынын естіп, өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Ол менің дәрілерімді ішіп қойыпты, тек ешкімге айтушы болма, тезірек келші деп шақырып алады да, Мериемді ауруханаға апару керек, ешкімге білдіруші болма, өзің апар, той алдында ол бізді тағы да бір бәлеге ұрындырып жүрмесін деп, Мерием мен Девранның оңаша қалуына жағдай жасап береді. Жолда Мерием ауруханаға бармай-ақ қояйық, мен жақсы болып қалдым, мына жерге тоқташы, деп екеуі бір жерге тоқтап шай ішеді. Фыраттың Девранның үйін өрте деп тапсырған адамы есін жияды. Месут одан саған үйді өрте деп кім бұйрық берді деп сұрақ астына алады. Сол кезде ауруханаға Фырат та жеткен еді. Бұйрық берген адам әне артында тұр дейді. Фырат қашып кетеді. Месут Девранға келіп, үйді өртемек болған Фырат екенін айтады. Мені көріп қашып кетті дейді. Бірақ ол алысқа бара алмайды. Мен оның көлігіне навигатор орнатып қойғанмын дейді. Содан жалма-жан Девран Фыраттың ізіне түседі. Фырат Явузға хабарласып, менің біраз уақытқа көрінбегенім дұрыс болар, олар өрт туралы біліп қойды деп ескертеді. Девран Фыратты қуып жетіп, Фыратты көлігінен сүйреп алып шығып, сен өртемек болған үйде менің әйелім болды, ал әйеліме бірдеңе болса, мен ешкімді аямаймын деп Фыратты соққының астына алады. Девран, сен неге менің өмірімнен кетпейсің, сені өлтіргенімді қалайсың ба деп Фыратты қылқындырады. Фырат, өлтір, осы күнге дейін мені ешкім адам құрлы көрмеген, қолынан келсе өлтір дейді. Джемо Девранды сабырға шақырып ажыратып алады. Девран, мен саған өмірімді құртуға жол бермеймін. Мен отбасымды ойлағандықтан қолымды былғағым келмейді. Сені бір Алла өзі жазалар деп кетіп қалады. Девран кеткен соң Фыратқа Вахап келеді. Сен неге Девранды жайына қалдырмайсың? Сен бізден акцияларды сұрадың, оны бердік. Ақша сұрадың, оны да бердік. Тіпті тегімізді де бердік. Неге Девранға тыныштық бермейсің дейді. Фырат, менің қаншама жыл қиналғанымды ақшаларыңмен жабалам дедің бе дейді. Вахап, сен өзіңді ұлым сияқты ұстағаныңда бәрі басқаша болар еді. Ал сен не істедің? Менің ата жауыммен, Явузбен біріктің дейді. Фырат, сенің қолыңнан әке болу келе қоймас. Сен бір ұлыңды төрге, ал екіншісін көрге сүйрейсің. Явуз маған туған әкемнен, яғни сенен жақын болды. Қарада тұр, сенде бардың барлығын тартып алғанда, кімнің дос, кімнің дұшпан екенін сонда білерсің дейді. Вахап, кім Явузды қолдайды, сол адам менен жақсылық күтпесін деп Фыратқа қаруын кезейді. Явузға бейтаныс адам келіп, мынаны сізге жеткізсін деп тапсырды деп көлігінен табыт алып шығып қақпағын ашады. Явуз Фырат деп айғай салады. Табыттың ішінде Фыраттың денесі болып шығады. Әзизенің қына кеші болып жатады. Первин әдейі Әзизеге естіртіп Девранға, Мериемді шай ішуге апарғаның дұрыс болды деп айтады. Оны Әзизе естіп қойып, жынданып шу шығармақ болады. Девран, бұл жерде емес, кеттік сөйлесеміз деп Әзизені қолынан ұстап ертіп кетеді. Бөлмелеріне келеді. Ол жерде жылап Мерием отырған еді. Екеуінің келе жатқанын естіп тығылып қалады. Девран мен Әзизе ұрысып, соңында татуласып, сүйісіп кетеді. Оларды Мерием көріп тұрған еді. Бөлмеден жылап шығып кетеді де әжесіне хабарласып, бұл менің саған соңғы рет хабарласуым. Девран мен емес, ана қызды таңдады, маған батаңды бер дейді де өз-өзіне қол жұмсауға бекініп, терезеге жақын келіп секірмек болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Қорғансыздар түрік сериалының бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Рахмет.